Қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Бүгінгі менің істеген тапсырмам, жұмысым презентация классқа. Бүгін 7 классқа болады. 7 классқа болады. Яғни презентация. Canva ашамыз, презентация дегенге кіреміз. Тақырыпты жазамыз. Тақырыпты жазғаннан кейін бізге осындай презентация түрлерін, яғни осы сізге қайсы ыңғайлы ішіне кіріп көресіз. Мысалы, питательный, бұл для кожи, да? Бұл бізге керек па, керек емес па? Соны біліп аламыз. Мынаны таңдадым. Вот мәрке. Яғни осыны енді біз осыған презентация жасаймыз. Тағамдық заттар адам энергия алу үшін, адамның өмір сүру үшін қандай химиялық қосылыстары бар, тағамды жеу керек. Соның пайдасы. Міне, енді сол тағамдық заттар бірнеше топқа бөлінеді. Соны айтып береміз. Ақуыздар, одан кейін майлар, көмірсулар, витаминдер, ең басты керектер, минералды заттар, оның бәрін біз қайдан аламыз? Олар не үшін қажет? Мысалы, қарапайым ақуыз алсақ, ақуыз бізге не береді? Ақуыз біздің ұлпа тіндеріміздің өмір сүруіне және бұлшықеттеріміз бен ферменттердің дамуына үлес қосады. Романдық жұмыс. Сосын мұны үй тапсырмасы. Үй тапсырмасында таблицаға толтырамыз. Сонымен ақуыз нанда аз ба, көп па? Көмірсулар, майлар қайсы? Яғни жұмыртқада майлар бар ма? Бұл жерде қайсында бар май? Яғни тек қана май біздің нанда жоқ, қалған бәрінде май бар, Енді соның бәрін осыған қорытынды жасайды. Осы таблицаға қарап қорытынды жаса дейміз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.